Сәлем достар, бүгін сауатты жазуға қатысты тағы да бір қатар ережемен танысамыз. Материалдық функционалдық сөздері қалай жазылады? Орыс тілі жұрнақтары жалғанғанда жіңішкелік белгісі жазылатын және ыл дыбысына аяқталатын сөздерге қазақ тілі жұрнақтары жалғанады да жіңішкелік белгісі жазылмайды және ыл дыбысы жуан айтылады. Мысалы, дұрысы материалдық, материалдық емес. Дұрысы феодалдық, феодалдық емес. Дұрысы коммуналдық, коммуналдық емес. Дұрысы функционалды, функционалды емес. Фестивальға ма, әлде фестивальге ме? Фестивалі ме, әлде фестивалы ма? Фестивалі ме? Календарға ма, әлде календарге ме? Календары ма, әлде календары ме? Ережеге назар аударыңыз. Жіңішкелік белгісіне аяқталатын көп буынды кірме сөздерге қазақ тілі қосымшалары буын үндестігі бойынша жалғанады. Яғни сөздің соңғы буындағы дауысты дыбыс жіңішке болса, қосымшада жіңішке. Жуан дауысты дыбыс болса, қосымшада жуан болып айтылады. Фестивальға, календарға, тек ыл және жіңішкелік дыбысына аяқталған кірме сөздерге тек қана тәуелділіктің үшінші жағында жіңішке қосымша жалғанып, жіңішке айтылады. Мысалы, фестиваль, фестивалі, фестивалы емес. Рояль, роялі, роялы емес. Циркуль, циркулі, циркулы емес. Акварель, акварелі. Дизель, дизелі. И және қысқа и дыбысына аяқталған кірме сөздерге қазақ тілі қосымшалары жіңішке жалғанады және тәуелділіктің үшінші жағында жіңішке қосымша жалғанып, жіңішке айтылады. Соңғы қысқа и дыбысы түсірілмейді. Мысалы, кали, калиге дұрысы, калиге емес. Калия дұрысы, калия емес. Сценарий, сценарий дұрысы, сценарий емес. Гербарий, гербария дұрысы, гербария емес.